қаладан аламыз деп едік, онымен ол да болмай жатыр. Қандай керемет компания, Аля ханым. Деньги есть, выбирай. Вот не могу найти машину. Прям У не нас могу сейчас найти машину. очень приятные хлопоты, Дима. Соны Ищем айтамын, супер. Супер. Жалпы супер Сан-ТФ қыздар. бар ма екен Ақтөбеде? Сан-ТФ 5 орындық бар екен. Я вообще хотела 7 орындық. 7 орындық вообще жоқ, енді 6 орындықты басқа қаладан тауып берем дейді ана бала бүгін. Бардық сонымен. Сарентадан үмітімізді үзіп, бүгін Хундайға барып келдік тағы да. Енді ертең рабочийден басталады, сосын қарап берем дейді, қай қалада бар, жақын қалада. Сосын сояққа барып айдап келу керек оны. Керемет. Сосын осы жаққа алып келіп, бұйыртса гүрілдетіп тойлаймыз. Бұйырса. Бұйырса бізге жұғысты болсын. Әмин, жұғысты болсын біздерге. Менің жолым берсін сіздерге. Әмин. Жүрегім жарылып кетейін деп жүр, тек амал жоқ, тек шыдап жүрмін қазір. Алматы күшті болайын деп жатыр, Аля ханым. Алматы болайын деп жатыр, бұйырса. Күшті болайын деп жатыр, Алматы 3,5 мың адамға дайындап жатыр. Соған билет керек, побольше билет мүмкіндіктерің болса алып қойыңдар, ертең партнерларың барам деп жатқан партнерға бере қоятын қылып. Все, я список дайында деп едім, бәрі дайындап жатыр қыздарым, мен молодцы лидерлерім. Вообще супер молодцы. Список дайындап, енді ақшалар. Максимально команданы алып шығуымыз керек сол жаққа, максимально. Бұйырса. Команда уақыты уже келген адамдардың уақыты қалмай. Ал кеш жарық бәріңізге, ортамызда новичоктар бар ма? Вообще бірінші рет тыңдап жатқан адамдар бар ма? Ондай адамдар болмаса, тек партнерлар қоя, мен жалпы өзім қалай презентация берем, солай айтып шығамын. Бар, Аля ханым. Ау? Новичок бар. Отырсыңыздар. Осындай презентация болған кезде өздеріңізге мақсат қойыңыздар. Бүгін мен осындай презентацияға, онлайн презентацияға 5 адам қосам деген. Мен осының алдында бір компанияда жұмыс жасадым. New Wave өшеді, қыздар біледі, новая волна деген. Соны жаңағы спонсорымыз осылай онлайн презентация өткізеді, бізге задание береді. Бүгін 5 адам қосу керексіңдер депті. Жан таласып, кімді қосам, қаяқтан адам табам, кімге айтам деп жан таласамыз да, бірақ соны орындаймыз. Кім қосты деп сұрайды бәрімізден. Сол сұрап қалсақ, қазір не айтам деп жан таласатынбыз да. Сондан жаңа 5 адам қосасың ғой, соның үшеуі обязательно подписка жасайтын. Мен ол жақта енді қымбат подписка жасау, біздің Дандалайында ол өте жеңіл және оңайда. Мен всегда маркетингте айтам ғой, легко и просто можно этот бизнес делать. Так, мен жақсы естіліп тұрмын ғой. Онда бастаймыз. Енді біздің осы Дандалайн компаниясындағы бізді жетістікке жеткізіп жатыр. Кімнің жалпы маркетингті жаңа орысша айтқанда что движет дейді ғой, бізді осындай жетістікке жетіп жатқан, жаңа айтып жатырмын да, у нас сейчас приятные хлопоты, машина іздеп жатырмыз, таба алмай жатырмыз, компания ақшаны аударып жіберді счетыма, енді біз машина таба алмай қазір қиналып жатырмыз. Негізі өзім алам деген машинам Kia Sorento болатын, армандап жүрген машина, бірақ сол именно қазір сол машинаны таба алмай жатырмын. Бір Қостанайдан бір машина шығып, соны аламыз деп отыр едік, онымен ол болмайтын болды. Сонымен енді бүгін шешім қабылдап жатырмыз, сол Сан-ТФ ала беретін шығармыз деп. Сол жолды бәріңізге берсін деп тілеймін. Мысалы, былтыр осы уақытта біздер бастадық та, сентябрьде бастадық қой былтыр осы бизнесті. Сол кезде мына магний водородты қолымда қалмапты да, мына бір-ақ штук қалды, мына өзім ішіп жатқаным ғой. Осы магний водородты ортасына бөліп, мынандайға бөліп 5 штуктан, 2 штуктан, 4 штуктан ішкізіп көрсетіп адамдарға. Өйткені бізге қиындау болды, әлі ешкім білмейді бұл компанияны, әлі ешкім ішіп көрген жоқ, магний водородтан результат жоқ, ешқандай нәтиже. Жалпы колл-центрмен сатылып, енді уақытпен тексерілген өнім болды ғой, соның өзінде де ақпарат өте көп болды, ютубта, инстаграмда. Соның өзінде біздің Ақтөбе қаласында ешкім білмеген кезде бізге қиын болды
бизнесті бастап кетуің, жаңа міне Самал ханым айтып жатыр ғой, ешкім болмаса да күнде кафеге 5-6 қыз болып жиналамыз, не істейміз, қалай істейміз деген сияқты. Сөйтіп жүріп бастаған бизнесіміз, мысалы 10 ай бұрын мен осы бизнесті бастаған кезде ойлаған жоқпын да, бүгінгі күнде мен уже су жаңа Санта-Фе деген керемет 6 орындық машинаны мінем деп ойлаған жоқпын компаниядан. Бүгінгі күнге осы компаниядан келгелі мінекей 9 айдың ішінде да, 10 ай дейінші, 10 айдың ішінде үйіме 2 машина алдым. Ұлыма, күйеуіме. 2 квартираға первоначальный взнос беріп қойдым. 2 квартираға. Қызымменен Турцияға барып демалып келдім. Күйеуіммен Дубайға барып демалып келдім. Және де салоннан су жаңа көлік мініп жатырмын. Вот просто ойланып көріңдерші да, вот былай қарасам миға сыймайды ғой да, 9 айдың ішінде вот сіздің өміріңіз 360 градусқа өзгереді деп. Сол сіздің жаңағы айтады ғой, мүмкіндік бәрімізге бірдей беріліп тұр да. Мүмкіндік бәрімізге бірдей беріліп тұр. Соны кім алып жатыр, қабылдап жанталасып жұмыс жасап жатыр да. Кім әлі ойланып, компания бүгін жабыла ма, ертең жабыла ма, оның жаңағы мына водород деген, іші деген жаңағы темір екен ғой, ыссы су құйсаң ол ерімейді екен ғой, тағы бірдеңе деп та негативтарды басына құйып алып отырған адамдар өте көп. Мен сіздерге айтар едім, ешқандай да ойланбаңыздар, ешқандай да бір күнде уақыт жібермеңіздер, осы мүмкіндікті барынша қолданыңыздар деп айтар едім да. Енді мына өнім туралы айтайын да. Осындай күнге мені жеткізген осы магний водород деп мен айта аламын. Өйткені маркетингті жүргізетін осы өнім. Енді қараңыздар, жұрттың бәріне информация берген кезде мен айтамын, мына капсуланы ашып жатырмын, сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Бұның іші металлизированная молекула деп аталады. Бұл водород, бұның қоспасында, мына магний водородтың қоспасында ешқандай шөптің құрамы жоқ. Бұл таза магний менен сутегі. Бұл адамның ағзасына, организміне түскен кезде ғана реакцияға түсіп, сол кезде ғана өзінің жұмысын атқарады. Әр адамның асқазаны тамақ ішкеннен кейін жарты сағаттың ішінде өзінің сөлін бөледі дейді. Яғни желудочный сок дейді орысша айтқанда. Сол желудочный сокқа түсіп, еріп, бүкіл клеткаға кетеді. Барлық ұсақ мелкий капилляры дейді ғой, ең өте ұсақ тамырлардың бойына дейін ен алатын сондай бір керемет өнім. Мына мидың қыртыстарының арасында шаштан да жіңішке тамырлар болады. Мына көздің ішінде қаншама ұсақ көзге көрінбейтін тамырлар бар. Солардың барлығының ішіне ен алатын Менделеев таблицасындағы ең жеңіл, ең ұсақ молекула болып табылатын осындай қазіргі заманауи технологиямен жасалған осындай біздің қолымызда керемет әрбір адамға керекті өнім бар. Сол өнімді адамдарға ұсынып, осындай бизнес жасап, керемет нәтижеге қол жеткізуге болады. Сіз егер осы бір жылдың ішінде өміріңізді 360 градусқа өзгерткіңіз келсе, осы продукцияны жақсы көруіңіз керек, сүюіңіз керек осы продукцияны. Мен бұрын түсінбейтінмін да, мысалы Аманай мырза бір нені постоянно айтып жүретін, бір информация берген кезде бір случайды. Бір сетевик қыздарға информация беруге біреу ертіп барған, менің таныстарым сетевиктер, соларға ақпарат берек жүріңіз деп ертіп барады. Ертіп барған кезде жаңағы қыздардың алдына барады да, мына біздің магний водородтың упаковкасының сырты деген андай шеттері ашылып кеткен, ырым-жырым ана сумкасына салып жүрген ғой, соны алып шықтым да бүйтіп алдына қоя салдым дейді да, міне деп. Ана қыз ана коробкаға қарады да дейді, жаңа сетевик қыз ғой, орнынан тұрып кетті да, мынандай әдемі нелерді, продукцияларды бүйтті да, әдемі жылтыраған продукцияларды алып келді, алдыма 6-ға 8-ін қоя салды дейді. Менікі сенікіне күшті деген ғой енді анау. Сенікі сол болса, менікі мынау деп та. Сосын Аманай мырза айтқан, ну что, менікі мынандай бола берсін, сырты мыжымыш. Зато мен осы продукциямен 20 миллион теңгенің машинасы мініп отырмын деген ғой. Сол кезде ана қыз үндемей қалды, дыбыс шықпай қалды, вообще ештеңе айтқан жоқ дейді. Сол кезде мен таң қалатынмын да, қандай сенім деп та, өнімге деген, компанияға деген сенімі қандай деп сол кезде таң қалатынмын. Соның бәрі уақытымен келеді екен да. Қазір сіздерде жаңа біреу негатив айтып, ойбай, мынау суға үстіне ыссы су құйса,
ермейді екен, тағы бірдеңе десе сіздер жайлап қисая қаласыздар да, мә солай екен ғой деп өзіңіз соны эксперимент жасап көресіздер, уже сомневаться етесіздер, уже миларыңызға таракандар кіріп бастайды да, жайлап сөніп бастайсыздар. Соның барлығын жібермеу керек миға. Иә, ойлану керек. Қазіргі таңда біздің компания бүгінгі күнге 20 шақты мемлекетте жұмыс жасап жатыр. Мына кабинетті бар, мына жерде лидер қыздар білесіздер, иә? Монголияда бар, Южный Кореяда бар, Германияда бар, Белоруссияда бар, Украинада бар, Россияда бар, тағы Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қарақалпақстан деген жақтың барлығында бар да компания. Чечня болсын, там Армения болсын, Азербайжан болсын, бүкіл әлем ішіп жатқан продукцияға қалай сомневаться етуге болады деп осы күні ойлаймын да. Мен біреу маған бірдеңе десе, магний водород туралы, мен айтамын бұны әлем ішіп жатқан продукция. Ештеңе де айтпай ақ қойыңыз. Сондықтан да сізге сондай сенімділік тілеймін. Мен Аманай мырзаның енді түсініп жатырмын, анастар, қыздар. Сенім деген, жаңа бізге сабақ береді ғой Аманай мырза офиста. Сенім керек, білім керек, сенім керек, білім керек деп қақсап жатыр, иә. Сол сенімділікті сіздерге ұялату үшін, сол сіздерді сендіру үшін мен осы онлайнды бастап отырмын. Өйткені қазіргі таңда тағы да айтамын, компания 20 шақты мемлекетте жұмыс жасап жатыр. Компанияда бүгінгі күнге 170 мыңнан астам, мен бір ай бұрынғы результатты айтып отырмын, қазір білмеймін қанша адам бар екенін. Соншама адамның бәрі жынды емес шығар. Соны ойланыңыздар, біреу негатив айтқан кезде соны ойланыңыздар, иә. Біздің компания қазіргі күнге ең үздік компания. Біздің компанияның продукциялары, мына продукциялары қазіргі таңдағы ең керемет, ең тез нәтиже беретін продукциялар. Өйткені мына жаңағы айтып кеткен магний водород, ол жалғыз өзі жаңа Украинадан шығады заводтың, ал мына продукциялар біздің керемет 4 продукциямыз бар. Тағы да мінекей ол Артралайн деген керемет продукциямыз бар. Мына бәрін өзім ішіп жатқан продукциям. Мынау Happy Line, мінекей қазір біз Happy Line'ды ішіп жатырмыз. Қызым ішіп жатыр, келінім ішіп жатыр, енем ішіп жатыр. Енем де ауырат, бәріңіз білесіздер, көбісі білет, мен офиста информация бергенде айтам, иә, бүйрегі, почкасы жұмыс жасамайды. Ол кісінің Россияға апарып, анау тексертіп алып келдік. Сол кезде Россия айтып отыр, у нее жизненно важный орган отказан, но она живет. Чудо, что она живет. Как она живет деп айтты бізге, да. Соны күйеуім айтады, ол живет благодаря магний. 2 раза день, күніне 2 мезгіл ішіп отыр, таңертең и обедте. Қазір Happy Line'ды қостық. Өйткені ол кісіде қорқады да, ауырғасын жерде қорқады, және де үлкен кісілер жаңағы еске сақтау қабілеті төмендейді, ұйқысы нашарлайды. Сосын ол кісілерде андай, қалай айтсам болады, қорқыныш пайда болады да, олар ұйықтамаған кезде неше түрлі ойлайды. Солған мынау жаңағы мидың тамырларын өте керемет қылып қатайтады. Адамның есте қабілетін өте жақсартады. Нервный клеткалардың бәріне, жаңағы нервный системаға өте керемет әсерін береді. Және де ұйықтатады жақсы, энергия береді. Мынау натуральный энергетика. Қазіргі жастар анау горилла бірдеңе деген ішіп жатса, ол лучше осын ішсін. Мына студенттер оқитын, миға нагрузка беретіндерге өте керемет. Алжып кеткен үлкен кісілерге, сол алжымаудың алдын алуға үлкен кісілерге беру болады. Мамаларыңызға, папаларыңызға, 70-80-дегі жастарға, жастағы кісілерге өте керемет. Өйткені бұл жақсы ұйықтатады, нервыларын ретке келтіреді, жаңа есте сақтау қабілеттерін ретке келтіреді, күш береді, қуат береді. Енді әсері өте керемет. Happy Line деген продукциямыз, мына соңғы шыққан. Соны қазір біз үйімізбен, семьямызбен ішіп жатырмыз. Қызым ішіп жатыр, келінім ішіп жатыр, енем ішіп жатыр. Қосымша осындай керемет өніміміз бар. Енді мына магнийдан кейін шыққан мынандай бізде Артралайн деген продукция бар. Бұл суставқа арналған продукция, яғни опорно-двигательный аппарат дейді, жалпы адамның сүйектеріне, сіңірлеріне арналған, кімде грыжа, кімде жаңа протрузия, ревматизм, артрит, артроз деген ауруларға өте керемет, және де бұл қосымша еще бауырды тазартады. Осы мына Артралайн мен магний водородты қосып берсеңдер екеуін адамдарға, қазір білесіздер, бәрі титан қойып жатыр, тізеге темір қойып жатыр. Сол темірді қоймай, операцияға бармай спокойно жүріп кете алады. Қазір біздің Аманай мырзаны білесіздер, осы жерде Күлай ханым отыр, сол кісі Аманай мырзаның бір кездерде ақсап жүргенін біледі. Осы Dandelion компаниясының продукциясынан
керемет ем алып, қазір ол кісі лянг тегуден жарысқа қатысқан оның бір тойда. Аманай мырза именно аяғына. Осы суставқа өте керемет әсерін беретін осындай бір продукциямыз бар. И мінекей мынау гипалайн деген продукция, мынау вообще мощный. Қарлығаш ханым, жаңа осы жерде қыздар айтып жатыр, офистағы Қарлығаш Жанна осыны керемет қылып айтады да. Мен бір күн Альфираға айттым да, Қарлығаш Жан не ішіп жатыр екен, вообще әдемі болып кетті, әдеміленді деп. Сосын Альфира екеуміз барып сұрадық, не ішіп жатсыз деп. Енді біз магний водородтан әдемі болатынын білеміз ғой. Біздің қазіргі түрімізбен былтыр келген түрімізді вообще салыстырсаң жермен көктей. Сосын не ішіп жатсыз деп сұрасақ, магний водород дейді. Мен айтамын, нет, еще что-то пьете десем, гипалайн дейді ғой. Мына гипалайн деген сіздің бауырыңызды тазартады. Бауырды тазартып, бұл да керемет омоложение береді, яғни жасартады адамды, иә. Әдеміленіп кетесіз мынаны ішкен кезде. Өйткені сіздің ішкі құрылысыңыз, иә, органдарыңыз өзінің қызметін дұрыстап атқарып бастайды. Ваши внутренние органы начинают правильно и красиво функционировать, короче говоря. Сізге біздің продукцияларымыз сізге бүкіл ішкі құрылыстарыңызды жап-жаңа бауыр, жап-жаңа почка жасап береді, жап-жаңа асқазан, жап-жаңа жаңағы не жасап береді, өкпе, ішкі құрылыс, в общем, жалпы қандай сіздің проблемаңыз бар, барлығын шешіп береді. Ал мына өнім Авилайн деген өте керемет, бұл мына Авилайн деген антипаразитарка, паразиттің жүрмейтін жер жоқ екен. Паразит сіздің көзіңізде де бар, паразит сіздің миыңызда да бар, паразит сіздің жүрегіңізде де, бауырыңызда, ішкі ішектегін айтпағанда бүкіл жерде болады екен да. Мына жүрекке операция жасайтын стенд, жаңағы шунтированный жасайтын хирургтар айтады дейді ғой. Бәленбай сағат жасайды ғой да, адамды өлтіріп тастап жасайды ғой, былай қарасаң да. Солар тез жасайтын нәрсені соншама уақыт жасаймыз, өйткені бізге удалить етіп тастайын ба, не істеймін, блокировать етіп тастайын ба? Звондай береді, бұл антивирусный. Мына мен өзімнің осы Авилайннан мықты результат алдым. Ол мына жөтел, мына тамақ постоянно қышиды ғой. Тамақ қышып жөтелген кезде мен осыны маған жаңа Қарлығаш ханым айтты. 2 таблеткадан күніне 3 мезгіл ішіңіз деп, мен соны ішіп, осыдан өзім результат алдым. Ең бірінші таблетка осы ішкен кезде менің басым жаман ауырды. Бір жеті ауырып жүрді. Күніне бір таблеткадан 3 мезгіл іштім. Сол 1-7-ден кейін барып басым қойды. Ол уже результат беріп жатыр деген нәрсе, иә. Мысалы, көп адамдар жаңа обострение болса қорқады да. Біздің өнімдерде побочный эффект жоқ қой, бірақ та легкий обострение болуы мүмкін. Сол обострениеден жұрттар қорқып, соны ішпей қоя қояды. Наоборот, қуану керек қой. Организм сенімен бірге жұмыс жасап жатыр. Яғни сіздің ішкен затыңыз просто так далаға кетіп жатқан жоқ. Ол сізге бір нәтиже беріп жатыр. Ол сіздің әнжеріңізді, мінжеріңізді қозғап жатыр. Біздің магний водород деген өте умный продукт қой, умный. Қай жеріңіз ауырады, сол жерді тауып алады да, керемет. Сөйтіп, осы компанияда мінекей 5 түрлі продукция бар. Міне мынау тұрған 4-еуі жаңа айтып кеткен. И және де магний водород осы қазір данный момент осы 5 продукция. Осы 5 продукцияның өзіменен біздер қандай керемет нәтиже көріп жатырмыз именно по маркетингу. Ертеңгі күні бұйырса амандық болса, қазір 12 августке Бишкекке барайын деп отырмыз. Сол Бишкекте немесе Алматыда айтама, әйтеуір новый продукциялар, қай күні интервьюді бәріңізге чатқа жібердім. Президент айтып жатыр, қандай заттар шығатын, иә? Коллаген шығады, тағы бір псориазға арналған, аллергияға, қолдағы экземаларға арналған мазь шығады деп жатыр, коллаген шығады деп жатыр. Бұйырса, жаңадан новыйдан тағы да керемет өнімдер келеді. Шампунь шығады деді, алдында осы жерде қыздармен Мейрамгүл бар, қатысқан Самал бар, Назым ханым бар, бәріңіз, иә. Чимкентке барған кезде шампунь шығады деген кезде, керемет шампунь с водородом шығады деген кезде, Марал ханым айтты, сол шампуньмен я статус президента еще раз сделаю деп айтты, да. Біздің өнімнің кереметтілігі, біздің өнімдер қазіргі заманауи технологиямен жасалған, және де тез әсер береді. Мына тұрған өнімдер Болгариядан шығып жатыр, және де бұл өнімдер стволовые клетки дейді ғой, өсімдіктің клеткаларынан алынған. Сондықтан бұлар тез әсер береді. Әйгерім, телефоның, неңіз микрофон
мына өсімдіктің клеткаларынан алған мен бұл өнімдерді айтар едім, тірі өнімдер деп та, организмға түскен кезде сондықтан да бұлар тез әсер береді. Өте керемет әсер беретін, сондай бір керемет өнімдер. Енді бұлардың құрамында шөптер бар. Шөптер болған жерде кейбір адамдарға жақпай қалуы мүмкін. Сондықтан да ол адамдар ішіндегі құрамына, составына қарап барып ішу керек. Мысалы, авиалайнда осы жерде Гүлсім ханым ба, Күлнар ханым ба біреу айтты, менде лимонға аллергия бар еді, бірақ сонда да ішейін деп ішіп едім. Ұсақ-ұсақ нелер, прыщиктер шығып бастағасы қоя қойдым деді. Менің мысалы немерелерім қазір тоже аллергетик. Бірақ та мен езіп бердім, онда ештеме шыққан жоқ. Әркімнің организмі әртүрлі, әр адам өзінің мойнына жауапкершілікті алып ішу керек. Соны сатып алып, мысалы да, оны ішпей қояды, немесе дұрыс ішпейді, сосын результат берген жоқ деп айтады. Сондықтан да әрбір адамға осы өнімді берген кезде қалай ішу керек, нешеде ішу керек, неше рет ішу керек, соның барлығын біздер түсіндіріп айту міндеттіміз. Мысалы, магний водородтан жаңа айтып жатырмын, ол абсолютно безопасный продукт та, адамның ағзасына қауіпсіз. Но бірақ та операция жасаған адамға сразу беруге болмайды. Жаңадан аяғы ауыр болып жатқан адамға беруге болмайды. Қан ауруымен ауыратын адамдарға беруге болмайды. Асқазанында жара бар, қанап тұрған жара болса, соған беруге болмайды. Геморрой қанап тұрса беруге болмайды. Сондайларды ескеріп, түсіндіру жұмысын жүргізіп, дұрыстап барып ұсынсаңыздар, сіздердің клиенттеріңіз сіздерден ешқашан ешқайда да кетпейді. Продукция туралы сұрақтарыңыз бар ма? Мен не дұрыс түсінбей қалдым. Енді бауырдағы майды ыдыратады деді ма? Иә, бауырдағы майды ыдыратады. Бауырдағы жировой гепатоз дегенді, бауырды май басқан деп айтты деп, салдыр салақ қарай салуға болмайды. Ол бауырдағы жыр, жаңа майда, ол ары қарай жировой гепатоз деген фиброзға айналады дейді. Фиброздан ары қарай циррозға айналады дейді. Сондықтан да қазірден бастап денсаулыққа қарап, мынандай керемет өнім тұрғанда соны пайдаланып ішуіміз керек. Менің мына гипалайным, қараңыз, мынау уже бітті міне. Міне ішінде жоқ почти екеуіма шума қалды. Бітті мынау. Енді екіншісін новый упаковкасын алып қойып отырмын. Новый упаковка міне ішінде тұр. Осыны алып қойып отырмын. Анадан кейін ішем. Өзімнің денсаулығымнан артық ештеңе жоқ. Мынау да гипалайн. Сатып алып қойып отырмын да, өзіме ішуге. Сондықтан да өздеріңізге осы бастан қараңыздар. Ауырсаңыздар ешкімге керек емессіздер. Денсаулықты ертең не істеп алсаңдар, асқындырып алсаңыздар, қиын болады. Сондықтан да қазір осындай керемет нәрсе тұрған кезде бірінші очередьте өзімізді қарауымыз керек. Мына гипалайнның құрамында расторовша деген керемет нәрсе бар. Бұл бауырдың әрбір клеткасын, қазақша айтқанда, жасушаларын қалпына келтіреді. Сосын айтайын деп отқаным тағы да осы өнімдер туралы. Мысалы, қараңыздар, біздің Явир Мусаевич президентіміз осы өнімді мен сатам деп Қазақстанға алып келді. Қазақстанға просто так алып келіп, тек осыны Болгарияға заводқа заказ беріп сатып алып келдік, сатып атқан жоқ қой. Ол кісілер документациясын жасады, ол кісілер сертификациясын жасады, ол кісілер қаншама тексерістен өтті. Олар жаңа Минздрав тағы не барлық нелерден өтіп жатыр, тексерістерден өтіп жатыр, постоянно тексерістер болып жатыр офиста. Біздер жаңағы топ-лидер чатында отырмыз, сол жақта Марал ханым айтып отырады сондай нәрселерді. Ол просто так жайдан жай мен міне мынандай продукт алып келдім деп жасап атқан жоқ. Соны да ойланыңыздар. Бұның барлығы бүкіл тексерістерден өтіп жатыр. Мысалы, біздің магний водород 2007 жылы ойлап табылып, 10 жыл бүкіл клиникалық зерттеулерден өткен. Адамдарды мен кейбір адамдар түсінбеймін да, бүгін мана біреу звондайды, мына біздер деген жаңа эксперимент өткізіп жатырмыз, мынаның үстіне ыссы су құйып жатырмыз, мынау ерімей жатыр деп та, біреудің партнері. Яғни сіздер түсіндіру жұмысын жүргізбейсіздер. Бұның 10 жыл клиникалық зерттеудің қандай нәрсе екенін де түсінбейтін болып тұр ғой адамдарда. Бұл клиникалық зерттеулердің бәрінен өтіп, бүкіл тексерістерден өтіп, адамның ағзасына пайдалы болғандықтан Нобель сыйлығын алып отыр да. Жоқ, оны адамдар келіп, дымда түсінбейтін адамдар келіп, просто так эксперимент жасай салып, бұны жамандай салады да. Сол кезде деген адамның деген давлениесі көтеріледі ғой. Адамдар соншама надан
болғанда енді мен соны түсінбей кетемін кейбір кезде. Қазір мысалы маған магний водород дандалайн туралы біреу жаман бірдеме айтса, мен сразу көтеріліп кетемін ғой, ашуланып. Төбелесуге дейін барамын. Өйткені менің сатып жатқан өнімім, мен айтамын, өлетін болсам мен өлетін едім, былтыр сентябрьден бері ішіп жатырмын. Үзбей ішіп жатырмын. Сентябрьден бері. Енді арасында ұмытып кетіп, жаңағы бүйтіп жатқан, ішпей қалған, жаңағы уақытында ішпей қалған сондайларым болмаса, былай менің үйімде постоянно магний водород. Постоянно. Бүкіл отбасым, енем, інілерім. Лимон деген жаңағы асқазанның, лимон деген асқазанның согының бөлінуіне көмектеседі. Мысалы, мен анау күні өзім соны жұрттың бәрі лимон қосып ішеді дегенде 2 капсуланы алдым да, кішкентай неге бокалдың ішіне мынаны аштым да төктім. Төктім да екеуін үстіне лимон су құйдым да ішіп жіберіп едім. Басым как будто мынандай болып кеткен сияқты болды да. И мен деген теңселіп бастадым, качать етіп. Анау дегенде сразу әсер береді да, моментально әсер етеді лимон қосып ішсеңіз. Мысалы, біреулер былай ішіп жатыр, кішкентай ғана суға, бокалдың түбіне су құяды, оған лимонды сығады, капсуланы сол сумен запивать етеді. Сөйтіп та ішіп жатыр. Әркім енді әртүрлі. Ну, бастық қатырмай, тамақтан кейін жарты сағаттан кейін жұрт жіберсеңіз, өзінің жұмысын жасайды. Рахмет. Саламатсыз ба? Жаңа сіз сахарный диабетке қалай ішуге бола ма, болмай ма? Сахарный диабетке болады. Қан ауруы деген, лейкемия деген аурулар бар ғой, қаннан рак болып жатқан ауруларға болмайды. Олар и так та олардың қандары сұйық. Бұл қан сұйылтады ғой, сондықтан болмайды. Бағасын сұрап жатқаным ғой, жақсы. Иә. Жаңа мен айтып жатырмын ғой, магний водородты уақытында тамақтан кейін 30 минуттан кейін ішсеңіз, сіздің ішкі құрылысыңыз өзінің қызметін дұрыс атқарып бастайды. Орысша айтқанда, ваши внутренние органы будут нормально функционировать. Сол кезде сіздің ішкі құрылысыңыздың бәрі емделіп, сіз уже жасарып бастайсыз, әдеміленіп бастайсыз. Жаңа айтып жатырмын, офистағы қыздар, былтырға келген сентябрьде бастаған қыздар, қазір көрсеңіз жер мен көктей, вообще басқа адам. Өйткені олардың денсаулықтары дұрысталды. Өйткені олар ішкі құрылыстары дұрыс жұмыс жасап жатқан жерде сахары түсіп жатыр, давление түсіп жатыр, үлкен дәретке жақсы шығып жатыр, кішкентай дәретке жақсы шығып жатыр да, мына межклеточный деген сулар болады да, адамның денесінде лишний жидкостьтар, солардың бәрін айдап шыққан кезде адамдар өте әдеміленіп кетіп жатыр. Саламатсыз ба? Рахмет, Алла разы болсын. Ба? Естіліп тұрсыз, иә. Цирроз печеньге ішуге бола ма? Цирроз печеньге өте ішу керек, өте. Ударный дозамен ішу керек. Мына бізде телеграм чат бар, международный чат деген. Соған қосылып алыңыздар, спонсорларыңыздан сұраңыздар ссылкасын. Соның ішінде химбиолог Ольга Николаевна деген отыр. Сол кісі деген енді масқара айтады, осы именно цирроз печеньнан, на печень разлагаться етіп кеткен, уже іш деген таудай болып ісіп кеткен, уже бітті өледі деген адамды 2 сағат сайын 2 капсуладан беріп тұрғызып алған кісі. Осы именно магний водородпен. Цирроз печеньға бірме-бір ем. Басында енді 3 күн 1 капсуладан ішсе, содан кейін 3 күн 2 капсуладан, содан кейін күніне 3 капсула. Таңертең, обедте, кешке 1 капсуладан 3 мезгіл ішу керек. Ударный доза. Қосымша гипалайнды қосып ішсеңіз, вообще керемет болады, ішсе. Рахмет, үлкен рахмет. Че, маркетингті бастаймыз ба? Или продукцияның сұрақ бар ма? Деп аталады переводе. Адуванчик орысшасы. Оның атының маңыздылығы өте тоже ойлап, ақылдасып қойылған ат. Өйткені, ойбай қасқан. Деген өсімдікті білесіздер, иә? Үпелек болып ұшқан кезде қай жерге барып түседі, сол жерден гүл болып шығады. Сондай болып жеңіл жүрсін жұмысымыз деп. Мына Ақтөбеден ұшқан үпелегі Америкаға барып гүл болып шыға алады екен да, ол ауаменен ұшып любой жерге барып қона алады екен. Жаңа адуванчик гүлі. Соған біз басқа мемлекетте болайық, жұмысымыз жақсы жүрсін, жеңіл жүрсін деген мағынада қойылған аты. Қазақша бақ деп аталады. Қазіргі біздің Қазақстан бұны басымызға қонған бақ деп қабылдап жатыр біздің Дандалайн компаниясын. Дандалайн компаниясы 2023 жылдың 17 сентябрінде ашылды официально. Сол Астана қаласында головной офисіміз.
сол Астана қаласында 17 сентябрьде ашылу салтанатына семинар болды. Сол семинарға қатысып, сол семинардан кейін жұмысты бастаған адаммын. Мінекей биыл уже 1 жыл болып қалды. Ертең 15 сентябрьде компаниямыздың 1 жылдығы болайын деп жатыр. Сол 1 жылдыққа қазір билет сатылып жатыр. Сол 1 жылдықтан қалмаңыздар, көзіңізбен көріңіздер, компанияның масштабын көріңіздер. 3,5 мың адамға үлкен семинар болайын деп жатыр. Мен соны өзім көзіммен көргеннен кейін де әркімнің басында бір күмән отырады, сомнение. Бұл қалай болады, ертең жабылып қалады, басындағы адамдар алады, артындағылар қалады, ой, бәрі сол күшті болып жүреді да сосын тоқтайды деген сияқты неше түрлі біздің миымызда таракандар отыр. Соларды жеңу үшін маған бару керек болды. Мен бардым, көзіммен көрдім. Ертеңгі күні офисқа бардық. Президентпен бір столдың басында отырып, сөйлесіп, көргеннен кейін уже адамды енді танимыз ғой, жасымыз біразға келді. Сөйтіп, қой не болса да бастайық деп, сонымен былтыр бастап, міне биылға осындай керемет маркетингтен нәтижеге жетіп отырмын. Аллаға сансыз шүкір, ол бірінші Алла, одан кейін осы маған әрбір сеніп келген партнердің арқасында, менің лидерлерімнің арқасында бүгінгі күнде автосалоннан машина алайын деп жатқан жайым бар. Енді біздің Dandelion компаниясы қазіргі мировой тренд деп айтсам болады. Біздің Dandelion компаниясы, жаңа айтып кеттім, 20 шақты мемлекетте жұмыс жасап жатыр. 170 мың партнер бар компанияда. Ол 17 мың емес, 1700 емес, 170 мың адам әшейін просто так келіп жатқан жоқ. Ол адамдардың бәрі жынды емес қой. Біздің егерде мына айтып отқан өнімдеріміз, мына керемет өнімдерімізді, магний водородымыз болсын, авиалайнымыз болсын, гипалайнымыз болсын, артралайнымыз болсын, бұлар нәтиже бермесе, бұлар адамға ұнамаса, бұдан адамдар результат алмаса, нәтиже алмаса, біздің компания 20 мемлекетте жұмыс жасамас еді. Солай ғой. Біздің компания бүгінгі күнге маркетинг бойынша 28 адамға машина беріп отыр сыйлыққа. Егер де біздің осы сатып жатқан өнімімізге сұраныс болмаса, бұл адамдарға тағы да айтамын, нәтиже бермесе, 6 жыл, 8 жыл парализовать етіп жатқан адамдар орындарынан тұрмаса, рак ауруына бұл көмектеспесе, бұл өнімдер, бізде бұндай маркетингтен бұндай результат болмас еді. Біздің компания 20 мемлекетте жұмыс жасамас еді. Біздің компанияда 170 мың адам болмас еді. Сондықтан да маркетингті жүргізетін осындай керемет біздің қолымызда өнімдер бар. Бұл өнімдерді айтпай отыруға болмайды. Қазір адамдарға көмектесуіміз керек. Қаншама адам жүр, дертіне шипа таба алмай. Соларға біз айтып жеткізсек, сауапты істі жасап отырып, біз осы маркетингтен табыс табамыз. Солай ғой, әр адамға, мен айтпаймын сіздерге ауру адам іздеңдер деп. Мен айтар едім, адамдарға мүмкіндік беріңдер. Осындай керемет зат бар. Мысалы, осы компанияны ашарының алдында біздің президентіміз Явер Мусаевич Мамедов деген жігіт, өзі юрист, өте сауатты, өзі бизнесмен жігітті, сол кісі осы продукцияны мына магний водородты, жаңа айтып отқан магний водородты, жаңа айттым ғой, жапон ғалымымен табылған, ойлап, сол рецепті осылай упаковкалап, осылай капсула қылып жасап, шығарып, осыған сертификат іздеп жасап, осыған документациясын жасап, осыған қай жерден шығарам деп завод іздеп, 2 жылдан кейін колл-центрмен сатқан кісі. Өзім кәсіп қылып, осыны сатам деген адам ғой. Сол мүмкіндікті қазіргі таңда ол кісі бәрімізге беріп тұр. Жалғыз өзі сатып отқан жоқ, ол кісі бізге де беріп тұр осы мүмкіндікті. Соны пайдалану керек деп айтқым келеді. Бүгінгі күндегі әлемдік тренд компания біздің компания. Енді компания біздің Қазақстанда тіркелген, заңды түрде, компания НДС төлейді, компания налог төлейді. Осы жақында ғана сала игілігі деген номинация алды. Налог төлеуден, сетевой компаниялардың арасындағы налог төлеуден біздің компания 6-шы орында тұр. Келесі жылға 1-ші орынға шығамыз деген жаңағы мақсат бар компанияда алға қойған. Және де біздің компания Америкада сақтандырылып тұр. Өйткені біз білеміз, қандай мемлекетте тұрып жатырмыз, ертеңгі күні қалай болады деп, біздің президентіміз Явер Мусаевич, тағы да айтам, өте сауатты юрист, заңгер, бизнесмен, сол бизнесмен болғасын жерде осы біздің компанияны масштабировать етіп, яғни басқа
мемлекеттерге паш етіп отырған жайы бар. Явер Мусаевичтің қасында Чабанец Олег деген досы бар. Сол екеуі бірге қазір біресе олар Германияға ұшып баратады, біресе Турцияға ұшып баратады. Осы жұмыс бабымен айна басқа мемлекеттерге барып, осы складтар ашып жұмыс жасап жатыр. Ол басқа мемлекеттерге барып, осы өнімдерді жеткізу, оның бәрінен өтіп, басқа мемлекеттің халқына қолжетімді болып тұр, доступный болып тұр. Соның барлығын ұмытпаңыздар. Мен постоянно осыны айтып жүрем. Мысалы, біреулер сізге негатив айтатын болса, осындай нәрселер есіңізге түсіріп, біздің компанияны, біздің өнімді сол адамның алдында ақтап алу сіздің партнердің міндеті деп айтам. Енді осы маркетинг планды ойлап тапқан біздің Тажикенова Марал деген қазақтың бір батыр қызы бар. Сетевикам дай деп уже шаршады әр компанияда қаңғып біздің сетевиктар. Бір жерде отырсын, бір жерден табыс тапсын, дұрыс маркетинг берші менің қазағыма деп маркетингті жасаған, бірге жасаған. Явер Мусаевич біздің Марал ханым бар. Біздің Ақтөбе қаласындағы бәріміздің, осы отырған бәріміздің спонсорымыз, Аманай мырзаның спонсоры Марал ханым осы маркетингті құрған осындай қылып. Біздің маркетингтің ерекшеліктері өте керемет. Қазақстанда заңды түрде тіркелген Қазақстанның компаниясы, бүкіл жаңағы айтып жатқан мемлекеттің барлығы осы Қазақстанға жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Балымыз күймейді накопительно. Ақшаны шығару, ввод и вывод, платежная система жұмыс жасап тұр. Подтверждение статусы деген жоқ, астыңнан выращивать лидера жоқ, ай сайын активін жасау деген жоқ. Сізге постоянно адам жаз демейді. Мысалы, бір компанияларда бар, сен өзің постоянно айына 5 адам жазып тұру керексің деген. Мысалы, менің қазір статусым супердиректор, мен әлі күнге дейін 5 адам айына жазып жүретін болса, мен новичок іздеп өзіммен өзім жүрем. Солай емес па? Командамен шаруамыз болмай кетеді. Сондықтан да біздің маркетинг өте умны, керемет ойластырып табылған маркетинг деп айтар едім мен қазіргі таңда. Подтверждение статусы жоқ, лидер өсіру жоқ, ай сайын активность жасау жоқ. Жаңағы неше адам жазсаң да өзің білесің. Біздер мысалы басында келгенде мен өзім лично 18 адам жаздым. Сол 18 адамның қазір 7-8 адам жұмыс жасап жатыр. Қалғандар тек әшейін потребитель. Сондай адаммен қазір қараңыздаршы, бір 7-8 адаммен салонна машина мініп жатырмын. Ол маркетингтің кереметтілігі ғой, ол маркетингтің жұмсақтылығы, маркетингтің кереметтілігі. Сондай нәрселердің барлығын сіздер білу керексіздер. Соның бәрін естіп отырып, Аманай мырза офисқа сабаққа келген кезде тақтаны тарсылдатып ұрады ғой. Мынандай маркетингті көріп отырып, қалай ұйықтайсыздар деп. Соны мен де айтқым келеді. Ұйықтамаңыздар, жатпаңыздар, беріп тұрған мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Бәрімізге бірдей мүмкіндік келді. Жаңа айтып кеткендей, біреулер әлі 40 ойланып, 40 сылтау іздеп отыр. Былтырғы сентябрь 17-ші 17 сентябрьде Астанаға бармауға мен де 40 сылтау іздедім. Бірақ та маған спонсор айтты, Әлия ханым, сіз баруыңыз керек деді. Мен бардым. Сол барғаным үшін өзіме рахмет айтамын. Өз-өзімді жеңіп, бүкіл проблемамды ысырып тастап, үйді тастап, сол Астанаға барып, көзіммен көріп, осы бизнесті бастадым. Құдайға шүкір, бүгінгі күні мен осындайға жетіп отырмын. Сіздің бәріңізге де осындай шешім қабылдаңыздар деп айтқым келеді. Босқа отырмаңыздар. Так, дальше біздің компанияның миссиясы ұлт саулығы. Ұлт саулығы болғандықтан біздің компания осындай керемет өнімдер шығарып отыр. 7 түрлі доход бар. Оның ең бірінші реферальный бонус деп айтады. Екіншісі командный бонус, бинарный бонус. Үшіншісі топ бонус, дополнительный бонус, матчинг бонус, карьера деген сондай керемет бонустар бар. Біздің компанияның маркетингі кез келген адамға қол жетімді, кез келген адам оны жасай алады. Үйде отырған домохозяйка болсын, мейлі жұмыс жасап отқан адамдар болсын, біздер жұмыста отырып, кешкісін жұмыстан кейін шығып, 6-да шығып 9-10-ға дейін жұмыс жасап, советник, директор отқан адамдар бар. Сондықтан да жұмысты сылтауратып, үйді сылтауратып, баланы сылтауратып отыра бересіздер. Тек алға мақсат қою керек та, алға қарай жылжи беру керек. Енді қазір біздің компанияның жаңа именно карьераны рангты айтқым келеді да, өте жеңіл. Өйткені біздің маркетингте накопительный ғой.
бонустар. Бүгінгі күнге компанияда 2 президент бар. 9 айдың ішінде ең жоғарғы статусқа жеткен 2 адам бар. Ол деген өте керемет результат. Мысалы, басқа компанияларда 20 жылдап отырған адамдар бар да, ең жоғарғы статусқа шыға алмай отырған адамдар бар. Бірақ сол компанияда шығам деген үмітпен отыра береді адамдар. Аманай мырза айтады, ол алдында тоже бір не бергенде, информация беруге барғанда, олар өздерінің маркетингтен айтады, солай условиямен барады, сен менікін тыңдайсың, мен сенікін тыңдаймын деген бар ғой. Сонда барғанда бір әйел адам айтты дейді, 13 жылда шығам ана президентке деп айтты дейді, өзінің компаниясы маркетингін. Соған таң қалдым дейді, Аманай мырза, 13 жыл бойы адамдар сол компанияда дым таппаса да соған шығам деп отыра береді да. Сондай адамдарда, қалай айтсам болады, төмен ба, или түсініктері төмен ба. Мысалы, қазір біздің командаға, компанияға, жалпы басқа компанияның лидерлері келіп жатыр да. Мен сол лидерлер үшін өте қуанам, өйткені олар айырып біліп жатыр да, қай жерде пайдалы. Мысалы, мен өзім Марикиде бастадым. 2012 жылы сетевой маркетингті Марикиден бастадым. Мысалы, сіз бір айда, егер де олардың жаңа мысалы айтайық, біздің менеджерлік сияқты 1000 балл дейді да, сол 1000 баллды бір айда жасамасаң, сен уже директорский статустан құлайсың. Сен оны жасадың, уф, ах деп, 30 болды, ай, балыңды жинадың, жасадың, бітті. Күйіп кетеді, келесі ай сен қайтадан соны жасайсың да. Бітпейтін, как белка в колесе дейді ғой. Жүре бересің, қарызға кіре бересің. 3 жыл дегенде директорский статусқа шыққан қыздар бар, Марикидің қыздары. Бізде 3 айда шығып жатыр ғой директорға. 3 айда шығып жатыр директорға. 6 айда машина алып жатыр. Менің командамда Раушан ханым 6 айда алып шықты машинаны. Бәріңіз көрдіңіздер көздеріңізбен. Новый 32 миллионның полисайтын айдап шықтық неден, салоннан. Осы Дандалайның арқасы. Басқа компанияның 13 жыл, 20 жыл адамдар отыруға дайын. Егер де бұл жерден тез ақша табатын болсаң, просто мені пример қыласаң, 9 айда салоннан машина мінетін болсаң, 2 квартираға первоначалка беретін болсаң, жаңағы новый емес, кәдімгі айдалған машина, үйіме нормальный машина, жүріп жүрген зыңқып тұрған 2 машинаны алатын болсаң, неге жұмыс жасамасқа 9 айдың ішінде? Еще шетелге бір емес 2 рет барып демалатын болсаң, ертең 3-ші ретке дейін деп отырмын, сентябрьде Құдай амандығын берсе. Қандай керемет нәтиже деймін да, мысалға. Былай қарасам миға сыймайды, но оның бәрі реальный нәрсе, болып жатқан нәрсе. Бар болғаны VIP пакетіміз 201 мың теңге. 201 мың теңгені бір-ақ рет саласың, болды. Сіз ақша салып, басыңызды қатырып, балым күйіп жатыр, апта жабу керек, ай жабу керек, адам жазуың керек, үйтуің керек, бүйтуің керек деп өтірік үйдің адамдарын тіркеп қойып, ақшаңды салып, қарызға кіріп жүрмейсің. Керемет маркетинг тұр қолда. Жоқ, біз отырамыз. Анау үйдеп айтты, мынау бүйдеп айтты, 40 сылтау тау. Реферальный бонусты 20% алу үшін мен басқа компанияда жұмыс жасадым да, 720 мың теңгеге тіркелу керексің сол 20% алу үшін. Бұл жерде бар болған 201 мың теңгемен 20% алып отырасың. Маркетингтағы бүкіл преимуществоны алып отырасың. VIP пакетке 201 мың теңгеге келдің ба, Аманай мырзамен де менімен де бірдейсің. Бәрімізде бірдей условия маркетингте. Кім табыс таппай жатыр, сол қыздарға, сол жігіттерге айтатым, сіздер маркетинг түсінбей жатсыздар әлі. Мен ертең Аманай мырзамен кездесем лично. Бір сұрағым бар, сол сұрақты қоям. Егер де оған ұқсат берсе, Аманай мырза ұқсат берсе, мен өзім бір бөлме офис алғым келіп отыр да. Каждыйыңызбен жеке кездесіп, каждыйыңыздың неңізге, жаңағы жетеңізге жеткізіп осы маркетингті айтқым келіп тұр. Өйткені өзімнің тапқан табысымды, өзімнің алып жатқан машинамды сіздерді алса екен деп тілеймін да. Каждый келген адамда бәрінде осы мүмкіндік бар. Соны пайдаланса екен, солай осыны алса екен. Неге бір айға 6 миллион, 16 миллион теңге таппасқа? Менің командамда 16 миллион теңге айына тауып жатқан қыздар бар. 3 миллион, 6 миллион тауып жатқан қыздар бар. 1,5 миллион, 2 миллион тауып жатқан қыздар бар. Жасап жатыр бәрі. Қолынан келгенше жасап жатыр. Алып жатыр. Ал басқа наблюдать етіп отыр. Наблюдать етіп, мен машинаға жеткен кезде келіп жатқан адамдар бар. Ондай адамдар да бар. Бәрібір де сетевик бола алмайтын шығар мүмкін. Но бірақ та біздің міндетіміз әр адамға осыны айтып жеткізу. Қандай керемет компанияда сыйлықтар бар. Менеджер болсаңыз 67 мың теңгенің затын береді, 2 упаковканы береді мен.
екеуі 33 мың теңгеден 67 мың теңге тұрады. Осыны сізге сыйлыққа береді. Наставник болдыңыз ба, мынаны 3 күн береді. Таңдағаныңызды аласыз, плюс 50 мың теңге премияңызды аласыз. Мастер болдыңыз ба, 250 мың теңге ақшаны сол моментте, сол сәтте сіздің счетыңызға түсіріп береді. Қазір менеджер болсаңыз, қазір барып складтан 2 өніміңізді алып кетесіз. Қазір наставник болсаңыз, қазір барып 3 өніміңізді складтан алып кетесіз. Ай жабылған, апта жабылған күтпейсіз. Керемет қой. Ондай маркетинг өз басым көрген жоқпын. Советник болдыңыз. Мінекей кеше Күләш апа бізде советник болады. Менің Шура апам кеше советник болып бүкіл Ақтөбеден телефон іздедік. Мен машина іздеп жатсам, ол кісі телефон іздеп жатыр. Қандай керемет, е? Содан іздеп әйтеуір керемет таптық. Советник қыздарға айтатыным 575 мың теңгеге iPhone 15 Pro Max алатын жерді білем. Советник болған кезде маған хабарласыңыздар. Ал директор статусына келген кезде 2 адамға путевка. Аяғыңызды жерге тигізбей компания сізді демалтады. Мен 1 майда кетіп, 8 майда келдім. Дубайға барып демалып келдім жолдасыммен. Керемет демалыс болды, керемет. Все включено. Сізге ештеңе төлеткізбейді компания, бәрін өзі төлейді. Балаңыз болса, қосымша балаңызды алып кетуге болады, 3 адам болып. Ал супер директор, келесі статус супер директор, машина салоннан. Кредитке лизингқа бермейді басқа компаниялар сияқты. Мен 2013 жылы LR деген компанияда жұмыс жасадым. Товарооборотты бересің, 3 ай соны орындайсың дейді, соны орындайсың. Машина береді, салоннан новый, бірақ та кредитке береді. Сіздің мойныңызға кредитті іледі. Сізді қораға кіргізеді. Товарооборот жасатып да, сізге кредит береді. Біз сол салоннан машина мінгенімізге мәзбіз ғой. Оны кредитке алғанымызбен шаруамыз жоқ, бәленбай миллион машинасын. Мен өзім алған жоқпын, еще командамда 8 адам машина алды, менің командамнан. Соған жанталасып жұмыс жасадық соны істеу үшін. Ал біздің компанияда сізге сыйлыққа береді машинаны. 12,5 миллион теңге ақша береді. Негізінде компания Hyundai Elantra қойған маркетингке, бірақ та біздің спонсорларымыз бізге дұрыс машина алуға, өзімізге таңдау беріңіз деп таңдау беріп қойды. Сонымен мінекей жүрмін мен. Таңдап, ана машина алғым келеді, ол жоқ. Мына машина алғым келеді, ол ана жері үйтіп тұр. Мынаны алғым келеді, мына жері бүйтіп тұр деп 1 ай болды жүргеніме. Енді осы 1 жетінің ішінде алам бұйыртса, все болды уже. Жұртты да шаршаттым, өзімді да шаршадым, спонсорымды да шаршаттым. Әлия ханым деп Аманай мырза звондайды маған. Қашан машинаны қашан аласыз деп. Керемет, я? Мен айтамын, у нас сейчас очень приятные хлопоты, машина іздеп жүрміз. Қандайын аламыз, қай жерден аламыз деп. Одан кейінгі статус консул деген статус. Консул статусында сізге 25 миллион теңге ақшалай сыйақы береді. Оған сіз квартира сатып аласыз. Компанияда iPhone бар, ақша бар, путевка бар, машина бар, үй бар. Бәрі бар. Тек әрекет жасау керек, тек бәрі қалған сізден. Компания бүкіл айтқанның бәрін орындап отыр. Керемет өнім беріп отыр қолымызға. Ұсыналатын халыққа. Біздің бетімізге әкеп лақтырмайды, мынауыңнан ертең результат болған жоқ, мынау не деп айтпайтын, керемет өнім беріп отыр. Плюс мынандай маркетинг беріп отыр. Біз соны жасамай отырмыз. Одан кейінгі статус амбассадор. Амбассадор статусында сізге 60 миллион теңге ақшалай сыйақы береді. Не істесеңіз де өзіңіз білесіз. Одан кейінгі президент статусы. Президент статусында 125 миллион теңге ақшалай сыйақы береді, яғни премия береді. Сіздің тапқан табысыңыздан бөлек оның презентация бергенде всегда айтамын да, 125 миллион теңгені миға кіргізіп аламыз да, болды, жатпаймыз. 3 жылда алып шықсаңыз да, ол керемет результат. Соңғы 3 жылға кейін қарай қайтыңыз деймін да. Соңғы 3 жылда кім 125 миллион теңге ақша тапты? Сол адам қол көтерсінші. Ешкімді тапқан жоқ. Ал болашақта алдыңғы 3 жылда маркетинг бойынша, мына біздің қолымызда маркетинг жүр ғой бәрімізде. Менде бар еді, астында қалып қойыпты. Сол маркетинг, бір бетке сыйып тұр ғой біздің маркетинг. Сол маркетингте 125 миллион премиядан бөлек, жалпы соның ішінде 1 миллиард теңге ақша жатыр. Менеджер статусынан бастап президентке жеткенше 1 миллиард теңге ақша алып шығасыздар. Ну, неужели сіз сондай ақшаны естіп отырып ұйықтайсыздар, мен вообще түсінбеймін.
ұйықтауға болмайды, ұйықтайтын заман емес. Бала шағамызды көтеруіміз керек, немерелердің жағдайын жасауымыз керек, өзіміздің жағдайымызды жасауымыз керек. Керемет киімді киюіміз керек, керемет тамақты ішуіміз керек. Черный икра жеуіміз керек. Біз бұл өмірге бақытты болу үшін, бай болу үшін келдік. Еш жерде жазылып тұрған жоқ, Әлияның қолынан келеді, басқаның қолынан келмейді деген. Бәрімізге мүмкіндік бірдей беріп тұр, тағы да айтамын. Бірақ та пайдаланбай отырған адам өте көп. Кеткен 20 мемлекетті біз президент боламыз дегенше әлі қаншама мемлекет ашылады. Сол барлық мемлекеттің сатып атқан, беріп атқан товар айналымынан 1%-ін компания президенттердің арасында бөліп береді. Біздің компанияда терминация деген жоқ. Сіз басқа компаниямен бірге қосып жұмыс жасай аласыз. Директор статусына жеткен кезде компанияда бил о лидерских правах деген документ бар. Сол документке қол қоясыздар. Компания сізді терминацияға жібермейді, өйткені сіз директор статусына дейін команда құрдыңыз. Определенно өзіңіздің жинақтаған сіздің командаңыз бар. Сол командаңыз сізбен бірге болады, сізді терминацияға жібермейміз деген документ бар. Терминацияға жібермейді, егер де сіз компанияның условиясын орындап, яғни правиласын нарушать етпесеңіз, компанияның правиласы бар. Әр келген адам, әр менеджер, әр наставник өзінің менеджерін осы правиланы оқытып үйрету керек. Компанияда терминация бар двух случаях. Егер де сіз біреудің дайындап отырған, бүгін ертең жазам деп информация беріп отырған адамын жазып алып кетсеңіз, сізді терминацияға жібереді компания. Және де мына өнімнің бағасы 33.600 теңге ма, 33.600 теңгеден сатуыңыз керек. Не 35.000-нан, 40.000-нан, немесе 25.000-нан, 30.000-нан сатуға болмайды. Қақшиған 33.600 теңге баға бар, компанияны қойған, сол бағамен сатуыңыз керек. Егер де сіз арзанға, қымбатқа сатып, сіздің үстіңізден біреу арыз жазса, компания сізді терминацияға жібереді, ештеңеге қарамайды. Өйткені компанияның президенттің кәдімгі шығарған несі бар, заңы бар, приказ бар. Сол приказ бойынша сізді терминацияға жіберуге құқылы компания. Бүкіл компанияның правиласымен танысуымыз керек. Біз осы компанияға табыс табуға келдік па, осы компанияның заңына бағынуымыз керек. Енді тағы да айтатын мәселе, біздің компанияда, жаңа айтып кеттім, бүкіл қаншама мемлекетте жұмыс жасап жатыр деп, сол сияқты біздің Қазақстанда да 100 шақты қалада склад бар. Мына өнімдердің барлығы жеткізіліп тұр. Сіздер ешқандай курьерский доставкаге ақша төлеп, оны күтіп отырмайсыз. Қай қалада партнеріңіз бар, сол қаладан ала алады. Және де сіз Ақтөбеде отырып, Ақтөбеден заказ жасап, сол заказды ол кісіге жіберсеңіз, ол кісі сол заказбенен басқа мемлекеттен де, басқа қаладан да өзінің затын алып кете алады. Оның барлығын система дейді, оны эквайринг система дейді. Система керемет жұмыс жасап тұр. Осы жерде қарлығаш бар ма жоқ па білмеймін. Анау күні офиста мынандай бір случай болды. Затын алып кеткен адам, бірақ та қашан алғанын білмейді, алды ма алмады ма білмейді точнысын. Кабинетіне кіріп қараса, выйдын деп, қолында заты жоқ, біреуге беріп қойған, ұмытып кетті, просто ұмытып кетті автоматтан. Техподдержкаға жазып еді, Кирилл, сағат 3-тен 3 минут кеткенде осындай адам осындай складтан алып кетті деп көрсетіп тұр. Бұның бәріне система деп айтады. Бәрі прозрачный, бәрі налажыны. Бір кабинетке затыңызды сатып аласыз, ішінен ақшаңызды шығара аласыз, ішінен адамды тіркей аласыз да, реферальный ссылкаңызды алып. Астыңыздағы адамның бәрін көре аласыз. Қай қалада, қай мемлекетте склад бар екенін көре аласыз. Сіз бүкіл сертификатты, бүкіл документацияны, қандай соцсетте бар компания, барлығын көре аласыз. Даже президенттің телефонына дейін көре аласыздар. Керемет па? Керемет. Бәрі қазақша айтқанда айқын, орысша айтқанда прозрачный компания. Ешқандай бүкпесі жоқ, барлығы ашық, барлығы көрініп тұр. Мына маркетинг планды тағы да айтқым келеді да. Маркетинг планда жаңа коэффициенттен жеу, балдан жеу, жаңа PV-дан жеу деген андай орысша айтады ғой, подводный камень деп та, онда ешқандай подводный камень жоқ та. Бәрі қалай жазылып тұр солай. Соған мен таң қалғанмын. А балы қандай? Бір өнімге, мынау мысалы 30 мың теңге тұрады, мынау, 12% НДС-ті қосқан кезде
33.600 теңге болады. Осы 30.000 теңгенің затына сізге 60 балл береді ғой. Балдың көп болғаны статустан жаңа президент статусына, супердиректор статусына, директор статусына, әркімде әртүрлі арман бар ғой. Сол статустарға тез жетуге мүмкіндік. Балдың көптігі. Балдың көптігі біздің ол ақшамыз. PV деген ол біздің ақшамыз. Біздің балымыз. Әр біздің астымызға келіп тіркелген адам, командамызға келіп тіркелген адам сізге PV береді. Ол PV мына бинар жабылған кезде ақшаға айналады. Ал сол моментте сізге реферальный бонусыңыз түсіп жатады. Апта жабылған кезде сізге бинарный бонус түсіп жатады. Матчинг бонус түсіп жатады. Маркетингте 7 түрлі доход бар, соның барлығы түсіп тұр. Қазір данный момент өзіме мысалы топ бонустан басқасының барлығын алып жатырмыз. Подарканы алып жатырмыз. Реферальный бонусты алып жатырмыз. Матчинг бонусты алып жатырмыз. Бинарный бонусты алып жатырмыз. Дополнительный бонусты алып жатырмыз. Депозитті алып жатырмыз. 6 болды. 7-ші топ бонус. Бәрін алып жатырмыз. Осы жерде отырған директор қыздар бәрін алып жатыр. Осы жерде отырған мастерлар алып жатыр. Осы жерде отырған советниктер алып жатыр. Бәрі алып жатыр. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, ойланбаңыздар. Айына 6 миллион теңге. Даже айына аптасына, вот мен өзім айтайын, өзім аптасына миллион теңге тауып, айына 4 миллион теңге тауып бастаған кезде бүкіл жағдайым жасап бастадым. Бүкіл кредит қарыздың бәрін жаптық. Шетелге ұштық. Алматы, Астана, екі ортаға строго самолетпен. Морозилиң сіресіп қалды, етке сыймай жатыр. Машина алып жатырмыз, киімді алып жатырмыз. Сол күн сіздерге де келеді. Просто жатпаңыздаршы, әрекет жасаңыздаршы, өтініш. Мынандай мүмкіндікті жіберуге болмайды. Бұл біз Аманай мырза айтады ғой, бұл бизнес та. Бизнес болғасын бәрін сығып алу керек деп. Беріп тұрған кезде алу керек. Осындай керемет компания туралы күн-түн айта беруге дайынмын. Ендігі сіздерге айтатын шаруа, тапсырма, срочно немедленно Алматыға семинарға билет аласыздар бәріңіз. Әр адам жоқ дегенде командасына 20-30 адам алып бару керек. Бүкіл команданы алып бару керек. Сіз ол кісілерді қазір семинарға шығарасыз ғой, сіз ол кісілерге мүмкіндік бересіз. Табыс табуға, машина мінуге, қарызын жабуға, үй алуға мүмкіндік бересіздер. Соны ойлаңыздар да, ешкімді де аямаңыздар. Мені аяған жоқ Аманай мырза. Менде ақша болған жоқ. Мен айттым жаңа 40 сылтау іздедім баруға. Бірақ бару керексің, барасың деді. Осы жерде жаңа қосылған Сәнімгүл маған кейін қарай обратно билетті мен подружкам алып берді. Нанасыздар ма? Қазір мен мінекей сіздердің алдарыңызда сайрап отырмын ақшаны айтып. Сол семинардың арқасы деп айта аламын. Сондықтан да бәріңізге Алматыға семинарға билет алыңыздар деп тағы да айтамын. Жалпы презентация осы, кімде қандай сұрақ бар? Продукты жеткізу үшін айталық, олар заказ беріп отыр, оны айтты, иә? Сол кезде выбрать склад деген болады. Сол склад выбирайте тек Астана. Бірақ та олар Россиядан ала ала ма ол продукцияны, әлде тек біз Астанадан салып беруіміз керек? Негізінде компанияда жаңағы айтып кеткен кабинеттің ішінде вопросы ответы деген раздел бар. Соның ішіне кірсеңіз, именно басқа мемлекеттерге затты продукцияны жеткізетін жігіттің телефоны бар. Или аты Андрей, или Александр. Сол кісімен сөйлесесіз, ол кісі қалай оплата жасайды, қалай доставка жасайды, бәрін түсіндіріп береді. Егер де сізге ақшасын салып жіберіп, сіз осы жақтан оформить етсеңіз заказын, ол кісі қай жерден алғысы келеді, қай мемлекеттен, қай қаладан алғысы келеді, сол жерден ала алады. Рахмет. Құтты болсын, өте күшті жүргізіңіз, өте ұнады бәрімізге. Құдай қаласа, енді бірінші Алла әйтеуір барамыз деп отырған ойымыз бар. Алматыға барамыз бұйыртса. Бірінші Алла. В общем, жалпы маркетингте ең үлкен пакет, жаңа айтып кеттім, бар болғаны 201.600 теңге. Сіз өзіңіз VIP пакетпен келдіңіз, екі жағыңызға екі адамды қойдыңыз. Бізде бинар. Екі жағыңызда екі адамыңыз болу керек. Ақшасы төленген
қандай пакетпен болса да. Енді VIP пакетпен, әрине біздер VIP пакетпен жазамыз. Мен мына 33.600 теңгеге жазған адамдарға айтар едім да. Енді ол потребитель просто попробуй деп келген адам, мен ішіп көрем деп келген адам, это естественно, ондайлар болады. Но сіздер VIP пакетке акцент жасауыңыз керек. Неге? Сіз VIP пакетті ол адамға ұсынған кезде сіз адамға мүмкіндік беріп жатсыз, возможность беріп жатсыз да. Маркетингтағы бүкіл преимуществоны алу үшін сразу адам желательно үлкен пакетпен келу керек. Үлкен пакетті, VIP пакетті айтуға қорықпаңыздар. Адамдарды мүмкіндіктен айырдыңыздар деп айтамын. Бизнесқа келген адам VIP пакетпен келеді. Мысалы, сіз өзіңіз VIP пакетке келдіңіз. Оң жағыңызға VIP пакеттен бір адам түсті ма, сіз 20% 36.000 теңгесін алдыңыз. Сол жағыңызға бір адам түсті ма, 36.000 теңгесін алдыңыз. Екі жағыңызға екі адам түсті, енді бинар ашылды. Бинардан 18.000 теңге. Яғни сіз өзіңіз VIP пакетте болып, екі жағыңызға екі VIP жасасаңыз, сіз 90.000 теңге табыс табасыз. Әр адамға соны үйретеміз, болды, әрі қарай жүре береді солай. Тым қиыны жоқ маркетинг, легко и просто, оп-оңай маркетинг. Біз ешқандай да адам сұрамайсың, екі жағыңды өзің жүргізесің, екі жағыңа екі адамыңды қоясың деді. Мен кездесуге барған, мен постоянно айтып жүрмін, офиста да айтып жүрмін. Мен бір жағыма Әлфира ханымды ертіп бардым, бір жағыма Зәмзәгүл ханымды ертіп бардым. Аманай мырза, мен презентацияға келгенде екі лидерімді ертіп бардым. Құдайға шүкір, қазір біреуі директор, біреуі консул статусында. Әлфира ханым статусы менен де жоғары. Маркетингтің кереметтілігі тағы бір плюсы. Менің астымдағы командама келген өзімнің личный приглашенныйымның статусы менен де жоғары, бірақ та ол менен асып ешқайда кетпейді. Ол менің командамда қалады. А басқа компанияларда ол басқаға кетіп қалады. Немесе отрыв деген бар. Ол кісінің товарооборотының жартысын беріп тұру керексің. Ол адамнан мысалы матчинг алу үшін да басқа компанияларда условиялар өте көп, міндеттемелер. Ал біздің компания маркетингде ешқандай ондай условия жоқ, қыздар. Жігіттер, тағы да айтамын, сіздер табыс таппай жатсаңыз, сіздің жұмысыңыз жүрмей жатса, сіздер маркетингті түсінбей жатсыздар әлі. Қандай керемет сіздің қолыңызда қару тұрғанын білмей жатсыздар сіздер. Гүлсім ханым, сұрағыңызға жауап бердім бе? Осылай 9-да өткізсеңіз, күшті болар еді. Қолым істемей қалып жатады, бірақ енді барынша жаңағының өзінде тек үлгеріп кіріп жатыр қой, это уже последний под конец. Күшті, сәттілік сізге. Бішкекке барғанда еститін болармыз енді. Алда қазір компания айтады, орысша становление деп та, әлі құрылып жатыр, әлі соның өзінде компания қандай керемет жұмыс жасап тұр да, сайты қалай жұмыс жасап тұр, платежный система жұмыс жасап тұр, маркетинг как часы жұмыс жасап тұр. Керемет компания. Үлкен рахмет. Ұсыныс осы ең аз дегенде аптасына бір рет өткізіп тұрсаңыз, ал бұл мүмкіндік болса тіптен күнделікті өткізіп тұрса да өнім туралы, бір күн өнім туралы, бір күн маркетинг туралы. Өзінің банкісін ашса тіптен жақсы болар еді компания. Өз банкісі болса әйтеуір. Бұйырса, ондай платежный система болады. Ондай платежный система болады. Бұйырса, тек ертең вывести деп кнопканы басып қалған кезде картаға түсетін күн болады. Бұның бәрі уақытша, жаңа АВР қойып жатырмыз ғой, акт выполненных работ, қазір ИП ашып жатырмыз да. Бұл да уақытша, ертеңгі күні қазір бүкіл әлем қосылып жатыр, сондықтан да платежный система болады бұйырса. Әлихан, сол картамен алған кезде ИП болады ма? Обязательно болу керек па каждый адамда? Или ИП-сыз да картамен ала береміз ба? Картамен ала береміз, компания өзі ұстайтын шығар, 10% ұстайтын шығар деп ойлаймын мен өзім. Өйткені қазір упрощенный 3% ИП-ны уже алып тастады Қазақстан. Қазақстанның заңы бойынша 25 жылдың 1 январынан бастап жұрттың бәрі ертең общий установленный 10%-ке көшеді ИП-ға. Мен кеше ғана отчет тапсырған кезде сөйтіп айтып жатыр. Упрощенка болмайды уже деп. Соған қарағанда мен ойлаймын, вывесиға басқан кезде сразу компания, енді налог төлейді ғой, компания 10% ұстайтын шығар деп ойлап отырмын. Но бірақ точно білмеймін. Ал сұрақтарыңыз болмаса, осымен аяқтайық. Өте керемет кездесу болды деп ойлаймын. Бәріңізге. Енді мына жерде, осы жерде отырған лидерлар, жалпы компанияның серіктестері, бәріңізге задание тапсырма берем. Босқа уақытымызды босқа өткізбей, тек босқа тыңдап отырмаймыз, задание берем бәріңізге. Мақсат қоямыз. Алдағы 90 күнге, именно по бизнесу, именно Дандалайынға 90 күнге мақсат қоям. 90 күнде мен кім боламын? Яғни август, сентябрь,
октябрьдің аяғы 1 ноябрьге қандай статус жабасыздар, соған не қоямыз. Мақсат қоямыз 90 күнге. Енді бүгін қандай күн? Воскресенье, да? Ертеңге де өткізуге болады, или вторник күні өткізейік. Вторник, четверг, воскресенье өткізейік. Айфон алғысы келеді. Может, біреуге просто мотивация, 250 000 теңге мотивация премия шығар. Мен ең бірінші келгенде, маркетингті көргенде мен тездетіп наставник болғым келді. Мен бір аптада менеджермен наставник жаптым, мысалы. Соны қойдым да, өзіме мақсат қылып қойдым. Ана 50 000 теңге премияны алу керек болды маған. Біз Альфереком соны армандағанбыз. Аптасына ең болмағанда 100 000 теңгеге шықса екен деп армандағанбыз. А қазір Құдайға шүкір, айына 10-15 миллион теңге. Миға сыймайтын ақша, иә? Қайдан келіп жатқанын білмейсің, біз ақша салып жатқан жоқпыз. Тек команданы дамытып жатырмыз, өсіріп жатырмыз. Сондықтан да бәріңізге тапсырма. Арман мақсатымыз жазамыз. 90 күнге, 90 күннің ішінде сіз кім боласыз? Өзіңізге жаңағы делай себе вызов дей ма, өзіңізге не жасаңыз жаңағы. Тексеріңіз өзіңізді. Арманыңызға сенесіз, қаншалықты сіз компанияға сенесіз, қаншалықты сіз өзіңізге сенесіз, қаншалықты сіздің қолыңыздан келеді. Бәрінің қолынан келеді негізінде, бәрінің. Сол бәріңізге сәттілік тілеймін. Бәріңізге менің жолымды берсін. Менің басымдағыдай проблеманы берсін, мәшен. Әмин. Рахмет. Алла разы болсын. Қайырлы